Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан таулары. Бірінші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. Сабақ басында сіздерге мынадай сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ: таулар қандай болады? Екінші сұрақ: таулы жерлерде нелер мекендейді? Үшінші сұрақ: Қазақстанның қай аймағында таулар бар? Жауаптарыңызға рахмет. Келесі сіздерге ұсынатын тапсырма мынадай: таулар сөзіне ассоциограмма құрап жазу керек. Ол үшін мына сызықтар бойымен таулар дегенде ойларыңа қандай сөз елестетесіңдер, соны жазу керек. Тапсырма орындау барысында сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі тапсырма сіздерге мынадай ұсынылады: тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру керек. Тірек сөздер мынадай: таулар, өсімдіктер, жануарлар, өзен, Қазақстан. Тапсырманы жылдам әрі сапалы орындауларыңызды сұраймын. Жарайсыңдар оқушылар. Сіздер мына қосымша ақпаратты ұсынылған сілтеме бойынша өтіп алуларыңызға болады. Сабағымызды таңдау әдісімен аяқтауды ұсынамын. Сіздерге 4 сөйлем ұсынылып тұр. Сол 4 сөйлем ішінде 2 сөздің асты сызылған. Сол 2 сөздің біреуін таңдап жауап берулеріңіз керек. Мысалы, мен сабақ қызықты болды деп ойлаймын. Сабақта көп нәрсе үйрендім. Үшінші, сабақтың барлық тапсырмаларын орындай алдым. Төртінші, мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын. Жарайсыңдар оқушылар.